жақсы жалпы. Ощущение демалыс, да? Мощно. Енді жайлап кетіп жатыр қой енді, жасымыз кетіп жатыр енді. Үлкендер жайлап енді, пенсияға кетіп жатыр ғой. Пельмень жирафқа заказ бердік, жолда келеді. Сіздерге ұятып. Қазір бункаларымыз тесіп, біздер балық аулаймыз. Вот, смотрите. Достойный судак, хороший судак. Балық аулау ма, тамақ ішу ма конкретно? Дұрыс ма? Достар, ассалаумалейкум, қалайсыздар? Тарихқа көз жүгіртсек, біздердің бәрімізге айтады, Атырауды ағайынды Гурьевтар келіп қалаған дейді. Оған шейін бұл жерде тіршілік көзі болмаған деп айтады. Негізгі олай емес, тоқтай тұрыңыздар. Тарихқа жүгінсек, 1375 жылғы Каталан атласында бұл жерде Лаэти қаласы тұр. Лаэти қаласы бұл кәдімгі Алтын Орда кезеңіндегі қолөнер мен сауда саттықтың қаласы болған. Қазіргі Жұлдыз микрорайоны орнында орналасқан, қазіргі таңда ол жерде қазба жұмыстары жасалып, алдағы уақытта ашық аспан астындағы мұражай болады деп айтып жатыр. Кейін үйшік қалашығы болған, жайықтың жан жағында балықшылардың ауылдары болған. Олардың үйшіктер болғаннан содан үйшік атауы пайда болған. Одан кейін ғана барып Гурьев болады. Негізгі Атыраудың сөзінің мағынасы, Атырау қаласының сөзінің мағынасы бұл жайықтың тамағы, банағы Каспийға құятын жері сағасы деп аталады. Ол атауда просто так емес деп ойлаймын мен. Сол себептен бұл ескі атаулардың біріне жатады ма деген бір тұжырымдама ой бар пока что. Атырау қаласы негізгі мұнайшылардың емес, балықшылардың қаласы. Сол себептен бірінші шығарылымда мен осы қалада қазір кеңінен бәрі балық аулап, балық аулауға қызығып, жақсы уақыт өткізіп жатыр. Бізде де шығып балық аулайтын боламыз. Одан бұрын бірақ мен бір балалық шағыма саяхат жасағым келеді, сол себептен ескі базарға барғым келеді. Ескі базарды көріп, ескі базарға бармағаныма білмеймін неше жыл болған, өте көп жылдар болды. Сол жерге барып бір қарап шығамыз. Так, біздер ескі базарға келдік, кішкене балалық шаққа саяхат жасайық қазір. Мына жер дейтін Советский Союз болып отыр примерно. Мен балин жыл болды, негізі келмегеніме көп болып. Біз барып көрейік, жайлап. Кеттік. Қандай базар бар екенін енді көп адам біле бермейді шығар. Біреулер білсе, біреулер білмейді. Балық бар. Судак қанша, брат? Судак қанша мына судактар? 400. Судак. Судак. Мына балық сатып отыр. Сом қанша, сом? 14 мың, 15 мың. Қаншадан апа? Наскеле 3 мыңнан Монголиянікі. Made in Mongolia дейді. Made in Mongolia. Nerede? Қаздар сатып жатыр. Қаз. Не қаз? Атырауда, ортада, центрда жүрген кезде мынандай жерлер бар деп ойламайсың по идее. Ада. Міне шошқан еті ма бір нәрсе сатып жатыр. Ана ет сияқты. Мында біздер балық шағымызда балық асыраған кезде аквариумистика сол жер болу керек. Соны қазір барып қараймын мен. Апашкалар бар ғой, мынандай жерге келгенде кайфовать ететін сияқты кәдімгідей бар. Жандары кіріп өмір қиналып жатыр. 2026. Жануарлар көрінбей жатыр, что-то салқын болғасын ба? Енді бұлай келіп қарап кетуге болады, бір рет қызықтап. Саматса, не киіктің еті ма? Қаншаға? 1900. Антисанитарий сияқты киіктің еті кішкене. Бұл түрлі қап-қара ма? Ананас қашын сатып отыр ғой. Мында бар екен, балық бар екен шамалы. Тірі балықтар. Ассалаумалейкум. Уалейкум салам. Не түсіріп жатсың? Қалайсыздар? Видео түсіріп жатырмын, видео. Ал жай ма? Жай.
Сіздерге көріп адамдар келсін деп түсіріп отырған ма? Дұрыс. Иә, шығарып қоймын ғой. Но не балық еді мынау цветной? Тернетсе ғой, да? Тернетсе. Иә. Бұрында асыраған мен. Балық кезінде келіп өшірге дұрыс сатқам. Есіме түсіп келатырған ма ағалар бар ма екен? Бақытжан дейтін аға бар еді ғой тағы. Бақытжан дейтін бар, ол қазір балықтан көшіп тауыққа ауыстырып жібердік оны. Сонда Доғызынысын ауыстырдық, тауық дейтін жерге бар деп. Қазір тауықпен жүр ол. Иә, мына кісіні танып тұр, мына кісіні. Бар ғой. Бұрыннан Рашиджан деген братишка ол. бұрыннан асырайды, иә? Баяғыдан келді. Сіз тағы бір мұрттағы бар баласымен. Орыс па қазақ? Қазақ мұрттағы Ол баласымен. кісі қайтты ғой, Қайыржан. Қайыржан. Қайтты ғой. Аквариум жасайтын еще. Иә. Ол кісі қайтты. Иә. Күшті. Түсір, дұрыс. Түсіріп жатыр. Клиент. Азайып қалыпсыздар ғой сіздер. Бүгін суббота кішкене. ертең Аяз ғой, аяз. Салқын болғасын кішкене адамдар тұрмайды. Енді жайлап кетіп жатыр қой енді, жасымыз кетіп жатыр енді. Үлкендер жайлап енді лицеге кетіп жатыр ғой. 5 километрға кеткен, 5 километр кетіп жатыр. Жан-жануарлар аз ғой бүгін, да? Құстар ана жерде ғой, олар да көрінбейді. Ана жақта негізі. Тауық, қоян дейді. Цихлит па мынау? Это наноакары. Раньше цихлиды, да, разводили много, кажется, да? Раньше, да. Вот этих маловиц сюда я завозил, вот первых разводил 15 видов маловиц. Маловиц не был. Цихлит па? Цихлит, да, африканские маловиц. Даже с городом, когда я вот завозил в 2000 году, город еще не знал, что за рыба. А я сразу 15 видов завел и разводил их. Здесь разводники все, перекупщики. Осылай ағаш көр, күшті әңгіме айтады жалпы. Умеет разговор поддерживать. Просто думаешь, да, вроде бы один человек, бір адам, простой, былай қарасаңыз целый 15 вид бізде жоқ балықты алып келіп өсіріп, соны дамытып, таратып, бір өздерінің, қалай айтса болады, өздерінің направлениесінде бір үлесін қосып жүрген адамдар, былай қарасаңыздар. Қызық, әрине. Нарадан бірдеңе пісіріп жатыр ғой. Мынаға салқын екен, тассауап бар екен. Саламатсыз ба, тассауап қаншадан? 60 теңге. Штучный ма? Или қалай? Килограммы? Тассауап бар екен, тассауап. Мынада балық пісіретіндер болады дейді, негізі балық пісіретіндер что-то жоқ. Тауықтан басқа нәрсе жоқ па не братан? Анандай жан-жануарлар болатын еді, бір съемка жасап жүреді просто. Ертең болады, Ертең келе ма бәрі? Ит бәрі болу керек мына негізі. Соны айтам. Ит, аю, қасқыр деп. Ондай болмайды. Қасқыр жоқ па дейсіз. Неше түрлі бірдемелер сатып ататын еді ғой. Ертең келіңізші. Да? Жирафқа заказ бердік, жолда келеді. Не дейсіз аға? Қазір сезон емес қой көп. Пельмен жирафқа заказ бердік, жолда келеді. Аға айтып тұр, жираф келеді дейді, жираф. Так что давайте, ескі базарға келіңдер. Тағы не бар аға? Жираф па тек? Мына шубыңыз жирафтың кірпігінен жасалған. Сондай шубы сияқты. Сізде тауық бар екен мұнда, е? Атиш па? Атиштер қаншадан? 5 мыңнан. 4 мыңнан 5 мың ба, 4 мың ба? Сіздер конкретно айтыңыздар. Құқыс жүрген сияқты. 5 мың, 4 мың. Разный ма? Разный, бағалар разный. Мына уж сойылған варианттары бар дейді. Қаншадан мыналар? 100 теңгеден. Білемін. Қаз? Қаз 4 мыңнан. Килограмм ма? Біреу қанша шығады примерно? 15 мыңнан сондай алышады. Мынау негізі корейский салат. Бірақ чөт сатып тұрған кісілер корейцы емес сияқты, қазақтар сияқты. Братан, түкірме құрсын. Мынандай байпақ алып кететін болып тұр негізі. Сурок развязался, на ступке упадете. Рахмет. Бауым шешіп кетті деп отыр ғой маған. Соны айтам. Телевидение ма? Байлаймын. Телевидение ма? Жоқ, өзіміз ғой, YouTube'қа түсіріп. Моңғол товарлар міне. Мынау ма? Монголиядан келе ма? Монғолия, Монголдар мандай термен жасады дейсіз ғой, да? баял тоқымайды ғой, фабричный шығарады. Соны айтам. Мына жакеттер мужской, женский. Иә, дерзкий.
Дерзкий. Ертең саламыз ескі базардан мына келіңіздер, саудашыларыңыздар. Дұрыс па? Иә. Все. Моңғол товарлар дейсің ғой. Негізі байқағаным баядағыдай емес, адамдар қаша бермейді камерадан. Кішкене үйренген де камераға. Түсірушісің, не түсірушісің, мен де түсіріп қой деген сияқты әңгімелер айтады. Ол жақсы тенденция жақты. Ескі базарынан шықтық, енді қазір біздерде Атырауда самый популярный нәрсе ғой. Мейнстрим. Атырау негізі мұнайдың астанасы, біз балықтың астанасы, сол үшін біздер балыққа барамыз. Дала аяздығына қарамастан барып балық аулаймыз. Балыққа баратын біздің машинамыздың түрі мынандай. Так. Кішкене пересвет болып кетті. Түспейді дейді ғой. Қой, тоңып қалдым мен. Қолғапты көрдіңіз жаңа. Қолғап дайындап қойдым. Опа! Ша! Салқын. Біздер қазір жайлап керемет қара айғырымызға отырып, Dodge Challenger деген. Сонымен не? Дауысты көрдіңіз жаңа. Балыққа барамыз. Қош бол, ескі базар. Қай уақытта қарасақ та жайықтың үстіндегі біздер жүздеген балықшыларды көреміз. Олар осы қаладағы ең тыныш жерді тауып алғандай. Өздері бір ерекше вайб ұстап, бірін-бірімен әңгіме айтып, палаткаларын тігіп алып, өздері бір особый вайб ұстап отырады. Біздер де бүгін балық аулауға шығамыз деп шештік. Бірақ алдымен сол балық құралдарын сататын магазинге келдік. Біздер балыққа арналған заттарымызды алу үшін келдік қазір. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Мынау Құрманғазы бойында орналасқан Мегафиш деген магазин. Бұл жерде балыққа арналған заттардың бәрі бар. Қазір ішіне кіріп қараймыз. Ассалаумағалейкум. Так. Мына қараңыздар, қандай үлкен магазин. Так. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Асеке, жақсы ба? Сіздерге келдік біздер. Бүгін балыққа шығамыз ба деп. Осы Атырауда ең үлкен магазин. Қазір келіп, осы жерден біздер керек жарақтарымызды алып аламыз. Асеке, бір минутқа сізді. Кішке уақытыңыз бөліп жүрсеңіз. Біздер балыққа шығып барадық. Біздерге апарыш, құрт, балансир, цикада, бур дейтін нәрселер керек. Бур бар ғой, иә? Бур бар. Размер қандай керексіз? Қазір қарап жүрейін. Ассалаумағалейкум. Так, мынандай бурда бар екен. Бур российский ма? Российский, Алтай фирма. Самый ходовой 130 енді. 130-ды. Анау 15-тік пе? Ол 15-тік мың. Бұл үлкен болады. Анау не? Сол мына жерде тұрған бері 130, мына жерде 100, и мына жерде 150. Қайсы жақсы негізі вообще? Ходовой мен өзім ұстап жүрген 130 енді. 130? Самый. Үлкен балық түссе симей алмай ма деген. Шығару болады енді, спокойно шығару болады. Көрейік онда, сіздің рекомендацияңызбен. 130 самый ходовой бір жағынан. 130 болса 130. Менде бур бар еді, просто бур болғанда енді паханды болады. Ол да машина сияқты, екі адамға келісе алмай қалады. Каждый адам өзінде болған жақсы. Бұнда бәрі готовый тұр. Пышағы бәрі бар, тек барып қаза бересің ғой. Все, болды, хорошо. Электрический қарағанда осы механический дұрыс сияқты. Кішкене денсаулыққа да тоже пайдасы бар да. Онда сіздерде жалпы балыққа арналған туристический заттар да? Туризмге тоже бар. Тема күшті. Мынандай кухня бар екен, кухня бар. Палатка бар. Палаткалар қанша тұрады? Палатка 55-тен бастап. Нормально екен. Мынандай палатка бар екен. Ішіне вечеринка жасауға болады. Шағын. Так, балансирлар осы жерде ғой мынау үлкендері да? Темный жақсы ма, светлый жақсы ма? Балансирлар тек қазір келіп отыр. 19 грамм, самый қазір. Ағысқа, Цикады бар ғой, цикады бар. Сен бетші бір осына светлый, бір темный. Может, көретін ба?
екі вариант. Опа, мыналар жеңіл сияқты ғой, Алып істеп тұрмын осы аңсыз. жеңіл емес па бұлар, аман ма? Братан, строго ребет салайын деп жатқан сияқтысың ғой. Алаң бұйырғаны ғой. Зейт не береді, соны аламыз. Зацеп берсе зацеп аламыз дейсіз ба? Мыналар 5-64 грамм, почти 6 граммдар. Бұлар да үстің жағы свет накопительный, тоже ходовой мармашкалар. Осы үшеуін салып берейін. Давай, жетеді сол. Сосын құртпен апарыш, иә? Бір апарыш, бір құрт беріп отырмын. Креветка бар ма? Креветка қазір бітіп қалды. Қазір біздің атыраудың балықтары анау-мынау емес, креветка бір. Обязательно. Креветка, там, омар, лангуст. Лангустин уже лангустин кетіп отыр ғой. Лангустинге жақсы өтеді чем креветка қарағанда. Сондай сендер, короче, мына мен басқа жақта оқырмандарым бар ғой. Біздің атыраудікілер сондай балықтарына шейін әлі де қандай. Наглый ма сразу? Наглый, грубый, короче. Зацеп болмасын, самое главное. Без зацепа умыть сияқты по-любому. Кеттік біздер, бұйыртса, жақсы рыбалка болсын ал. Жақсы отыр. Короче, бұйыртса, балыққа нәрсе керек болса келесіздер. Бұйыртса инстаграмымызда астына описание түсіп кетеміз. Балық ұстамай жатсақ айтамыз дейсіз ғой. Біздер балықшылар қарап тұрамыз, сол себептен біздерде диванымызды алып үйдегі кәдімгідей балыққа келіп қалдық. Қазір буынкаларымыз тесіп, біздер балық олаймыз, сіздерге мощный контент түсіретін боламыз. Короче, құлағымыз жауып аламыз, дұрыстап тұрып, капюшонымыз киіп аламыз, а то дала салқын. Сіздерге бана бір кадрға әдемі olsun деп, әдейі капюшонымды шешіп қойғанмын ғой. Қазір көрсетеміз қалай ұстайтын ол. Ойбай, басыма тиді. Целый процесс, короче, жесть. Процесс целый. Да, давай, вот так попробуем. Так. Біріме қақты. Үй. Жоқ сияқты, қашып кеткен сияқты. Қарап қоямыз. Қармақтарымыз салдық. Қазір көреміз енді. Қармақтарымыз құрып қойдық. Қазір енді суда аулап қараватын цикадамен. Білмеймін, жан-жағымыздағылар әйтеуір шығарып жатыр. Біздер қазір көреміз. Жария ойнатып жатыр. Пока безуспешно. Көп болған жоқ енді. Бір жарты сағатқа жақындап қалған шығар. Опа! Қағып кетті. Қашып кетті бірақ. Қазір көреміз тағы да. Мынандай цикадаға көріп едік что-то. Болмай жатыр пока. Қазір басына басқа насадка саламыз. Айтып тұрмын, қазір біздің балықтар дейтін өте бір талғампаз балықтар болып тұр. Талғампаз ба, басқа білмей айтқым келіп тұр негізі. Айтпай ақ қойын жақсы. Мынаны салып қараймыз. Не етеді екен? Болмаса балансир саламыз ғой. Так. Көреміз. Давай. Вроде бар. Ей, қашып кетті. Ту, ё-моё, жеңілдеп кетті. Ерек жатыр ма? Білмеймін. Айту қиын болып тұр. Жүзіп жатырмыз. Қашып кетті қайтадан. Оңбаған балық екен. Айтып барыңдар. Ұстадыңыз қандай? Ана неге ұстадыңыз дейді? Якорға ма, балансирға ма? Балансирға ма? Жақсы шығып тұр ма? Ребет ұстадыңыз ба? Ребет шамал бар деймін ребет ішінде. Құрып қойды маған түспей тұрған аған. Чехня елки. Чехня? Бейсап чехня.
Жақсы. Кятыр. О, міне. Наконец-то бірінші ребетіміз біздің ребетіміз. Аузын іліп шығарасың ғой. Әдемі. Біреу бар е. Наконец-то біреу бар. Міне мен түсіріп қой. Қандай? Оба ма? Оба сияқты. Оба ғой. Ребетіміз оба. Оба деген өте керемет. Мына жердегілер бірдемен тартып жатыр, ана көрсетші, ана кісілер түсіріп жүр. Өкінішке орай жайықта заңсыз құралдармен балық аулап жатырған балықшылардың саны өте жоғары болды. Ол хапуга, якорь және тағы басқа түрлері. Ондай құралдармен балық аулаған кездерде ол балықты жарақаттайды, популяциясын азайтады. Ол жалпы заңсыз. Біздер балықшыларды мәдениетті түрде балық аулауға шақырамыз. Балық көп, балықтың активності сол күні шамалы болды, себебі дала өте аяз, жел болды. Біздер келесі күні тағы да шығамыз деп мақсат қойдық, және сіздерге видеоны жалғасын түсіріп, қаланың сыртына барып көрсететін боламыз. Ойлап тұрмын, мына видеоны ертең может жалғасын түсіріп қалатын шығармын, может түсірмейтін шығармын. Енді көреміз. Мына балықтың темасына енді кішкене балық аулау керек едік тағы да, бірақ өкінішке орай балық бізді менсінбей тұр. Сол ағайындар. 4 сағат отырып, дала өте аяз, жел болды. Бір вобланы әрең ұстадым. Соған қарамастан үйге қайттық. Бірақ келесі күні қайтадан шығып, сіздерге шығарылымызды дұрыстап көрсетіп, аяқтаймыз деп қаланың сыртына шығып және балық аулаймыз деп шештік. Қаланың сыртына шықпастан бұрын қаланың ішіндегі балықшыларға барып, оларды видеоға түсіріп, олардан интервью алып, неше түрлі адамдарды көрсету үшін қайтадан біздер бірінші қалаға шықтық. Әдемі. Қашан шықтыңыз? Күндіз 10-дан шықтым. Балық ұстаған қалай? Сарайына жаққа барып бердім. Ерекше ма? Ерекше жалпы. Ощущение демалыс, да? Демалыс. Мощно. Шүкір әйтеуір, бір-екеу ұстасаң да кішкене бір демалып қалады. Иә, кайф қой. Салқындығы да білінбейді. Жылт жере ма балық түскен кезде? Балық түспесе тоңып қаласың да? Солай айтады. Жайық ол тек қана жай өзен емес, біздер атыраулықтар үшін ол өте бір ерекше демалыс орны деп айтуға болады. Жылма-жыл әуесқой балықшылардың саны артып, балық аулауға деген қызығушылық арта түсуде. Адамдар бала-шағалармен серуендеп, шана теуіп, әртүрлі уақыт өткізуде. Сіздерді табиғатты аялауға және заңсыз құралдарды пайдаланбауға шақырамын. Және ең бастысы, аттарымыз жинап, мусор тастамайық. Сен қашан келдің? Saat 11'de geldim. Да? Нешедесің? 14'te. 14-те? Мынау сенікі ма? Ya baba. Базар жоқ, молодец. Нормально судық. Екі пакет сенікі ма? Ya. Сен бірінші орын алып тұрған сияқтысың примерно, да? Ya. Мынау да сенікі ма? Böyle mi? Технялар жоқ арасында. Че, катушкин кетіп қалды ма не? Ya bot кеткен. Мәссаған. Солай, жартылай қолөнер қылдырып отырсың ба? Ассалаумалейкум, жігіттер. Уалейкум ассалам. Кірсем бола ма? Просто байқа. Қалайсыздар? Мен видео түсіріп жатыр едім, Атыраудың балықшылары туралы YouTube'қа. Не бар? Балық аулау ма, тамақ ішу ма конкретно? Демалыс. Дұрыс көрсің ма? Демалыс. Әдемі. Қалай, іш жыл сияқты ғой, да? Күшті отырсыңдар ғой. Сіздің өңкіңіз бітеліп қалыпты ғой. Сіздің өңкіңіз бітеліп қалыпты ғой, или өңк емес па? Қалай, шығып жатыр ма, нормально ма? Қанжеде жақсы алып, қанжеде алып. Қармақ қанды болсын, рахмет. Әдемі отырыс болсын, демалыс. Есіктеріңізді жауып кетеміз қазір. Они знают, как проплывает рыба, да? Ну, они здесь постоянно рыбачат, мы че?
У вас образ такой прямо. Чё? Рыбака прямо. Да? Да. Достар, бүгін біздер продолжение следует. Екінші күн қаланың сыртына келіп қалдық. 40 километр жер қаладан. Қаланың шумынан кейін все равно хочется на природу, на чистый воздух деген сияқты. Сол себепті таза ауада тып-тыныш келіп балық аулайын деп қазір заттарымыздың бәрін түсіреміз. Әдемі қылдырып балық аулаймыз. Сіздерге көрсетеміз, сіздермен бөлісетін боламыз. Обязательно бана диванмен отырған жерде жел болды да, прямо қатты жел, аяз болып тоңып қалдық. Балықты дұрыс түспеді. Тек қана якормен түсіп жатыр бәрі. Бана хапугумен деген сияқты. А біздер классический спортивный рыбалка. Без какой-либо банағыдай жарақаттамай балықтарды аккуратно әдемі қылдырып аулағымыз келді. Сол себептен бүгін біздер шықтық тағы да. Так, жайлап бастап балық аулап жатырмық біздер. Джик аулап жатырмын, джик. Басында силикон бар, бір күрчек. Цикада, әдеде тағы балансир емес. Оған да қазір аулап қараймыз обязательно. Күрек тұрып жайлап джикқа кішкене жіберіп, оны біз көтеріледі де, силикон төмен түседі ғой. Сөйтіп көріп жатырмық. Қазір тағы лоңқылар тесеміз, қараймыз. Может, мына жерден шығып қалар. Просто орындық тұрды мына арада, орындық болғасын. Қытай отырып, демалып. Солнце прям жизнь теплое, без ветра. Ветра вообще нет, кайф. Прямо. Кайф. Әдемі. Саған ұнап отыр ма, Ризабек? Просто мен операторым бар да қазір. Сол күстен сұрап отырғаным, ұнап отыр ма, Ризабек, саған? Иә. Тоңып тұрған жоқсың ба бүгін? Жоқ, бүгін күн жақсы. Кеше диванмен шыққанда қалай болды саған? Күн салқын болды, қатып қалды ол кезде действительно. Кетейікші, братан, дедің бе? Так, мына жерде че-то балық жоқ сияқты. Негізі ана камера бар бізде, қазір камерамен қарасақ болады. Мынандай бас. Мынандай джик, силикон. Көріп тұрсыздар ма? Көрініп отыр ма? Балық кетір. Түсіріп отырсың ба? О, вот она наша красота. О. Мынау кішкентай екен. Біздер бұндайды құнықпаймыз. Жіберіп қоямыз. Потому что нам нужны большие. Бар, атаңа, әжеңе сәлем айт. Айт, бізге келсін деп айтып бар. Біздің басқа қаладан подписчиктарымыз болса, все наши зрители из других городов, короче. Welcome, Атырау. Можно рыбачить. Кайф. Я бүгін погода бар, но кәдімгі шепчет бар. Такой легкий, қалай айтам? Мороз. Легкий, жоқ. Какой мороз? Мороз жоқ қой. Мороз емес андай. Жылы күн сәулесі бетімді сипалап тұр дейм бе? Типі сондай, короче. Легкий не болып тұр андай. Нежный солнечный свет бетімді. Короче, білмеймін. Айта алмадым. Лучше давай рыбачить. Лайф қой бізде. Ондай, андай бір жасанды бір нәрсе айтқым келіп, айта алмай тұрмын да. В общем, сейчас на джиг, короче, идет. Есть контакт. Сейчас еще попробуем на джиг. Хотим нормального, достойного судака вытащить. Бұйыртса қазір ұстаймыз деген үміттеміз. Сен үмітің қалай? Біз еще неге қазір ана столдарымызды көріп тұрсыздар ғой да, столдарымызды қойдық. Қазір сол столдарымызға біздер қасына ребятке қармақ құруымыз керек. Енді соның қасына қара салатын болармыз. Ходить не будем искать. Опа, хорошая поклевка была, хорошая, достойный сын своего народа, иди сюда. Оп, оп, оп. Они, ух ты, хороший судак, вот хороший судак, достойный. Қалай сіздерге былай? Әдемі ма? Әдемі. Міне, қазір көрсетейінші достар, камераны көтерші.
Вот так вот. Эй, мені көтершіш, не түсіріп жатырсың сен? Вот, смотрите. Достойный судак, хороший судак. Такой бодрячок. Тістеп жібермейді до конца. Столдарымызды құрып қойдық, әдемілеп. Қазір заттарымыз бар, газовкамыз бар, шығарамыз, чай қайнатамыз, судак ұстап жатырық жайлап. Соны қазір пісіріп, тазалап, осы жерде жеп, довольны как слон болып кетеміз ғой, в общем. Қазір мынаға еще ребестің қармағын құрып қараймыз. Енді кішкене временные ограничения есть. Күн батып кетеді деген сияқты, сол үшін ребеске қатты акцент қойып жатырған жоқпыз. Жалпы, что хочу сказать. Атырау Outdoor Travel, то что далада уақыт өткіземіз, неше түрлі жерлерді көрсетеміз сіздерге алдағы уақытта. Жалпы тек қана далада емес, сонымен қатар қаланың ішінде қандай жерлерге баруға болады, қалай уақыт өткізуге болады, қайда серуендеуге болады деген сияқты. Енді основной кафе, ресторан емес, основной дала болады. Сол себептен подписывайтесь, қолдау көрсетіңдер біздерге. Біздер Атырауға өзіміз бір нәрсе, өзімізше жасап жатырық, в общем айтқанда. Қазір тағы судак керек маған. Давай. Қазір бүйтейікші. Мен қазір новый тесіктер жасаймын, я? Новый тесіктер жасаймын. Сосын тесік дегеніміз лункалар, үкілер жасаймыз. Қазақша айтқанда үкілер жасаймыз да. Бізде подводный камера болады. Сол подводный камерамен сіздерге көрсетуге тырысамыз қазір. И заодно қараймыз, қай жерде балық бар, қай жерде балық жоқ. Хоп-хоп. Мынандай нәрсе ғой көрсетемін дегенім. Вот такая джиголовка. Давай, крошка. Давай. Өйстіп айтып тұрасың, короче. Давай. 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 Опа, давай. О, нет, қашып кетті. Қашып кетті. Цикада болса точно жетеді. Давай. Опять қашып кетті. Қашып кетті. Давай. Есть. Хорош. Давай. Иди к папочке, деп қоясың. Уяма. Хотя вот мне. Давай. Қалай болып мынау? Ілініп қалған астынан. Бұны жіберіп қоямыз кішкентай. Не сильно ранили. Случайно бір күрчектің өзіне ілініп қалып тұр каким-то образом. Қанатынан ілінген екен, қанатынан. Нормально. Жить будет. Так. Давай. Теперь колдовать здесь он, короче. Қолмен ұстамай жатсың да? Так, қазір көреміз мынада.
Жүк аулауға болады жалпы. Нормально. Даже бір крючокқа нормально. Түсіп тұр. Если балансир или цикада болатын болса, там больше шансов, потому что там идет тройнички. Но суть не в этом, суть сам кайф, вот, короче, кайф. Рыбалка — это вообще медитация. Достар, ең маңызды нәрсе бұл біздің ұстаған балықтарымыз қазір осы жерде қуырып жеу. Қазір қуырып жейміз, өте дәмді болады деген сенімдемін. Мына жерге тағы бір ребецке қармақ құрып қойдым, соны қарап отырмын. Қазір кеттік, бастаймыз. Вот так. Так, біздің бірінші видеомыз осында болып шықты. Оны да соңына жетіп қалдық. Осында керемет балықтар ұстадық, судак және ребец. Сол балымыз пісірдік, соны қазір жейміз. Уже қараңғы батып бара жатыр. Сол себептен сіздермен қоштасамыз. Сіздерден қолдау және пікір керек. Алдағы уақытта Атырауда осындай керемет видеолар түсіріп тұратын боламыз. Сіздермен бірге болған мен, Ержан Нұрпейіс. Таңертең ерте тұрамыз, таңғы бірдемен оқимыз. Короче, давайте. Кеттік. Нормально ма? Да.